Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Әлішер Сәрсенбаев топты ойынға қосты. Міне мүмкіндік Тұлпар командасында гол! Нұрасыл Абдрашитов 15 минутта есеп ашты, 0-1. Қайрат ойыншылары қалай ортадан жіберіп қойды бұл футзалшыны. Қазір қайталаудан көреміз. Тамаша. Нұрасыл жарады. Алисының алдын орап кеткен. Қақпашын алдап өтті. Оң аяқпен жасалған соққы және таблодағы есеп 0-де. Және қандай әдемі гол Кирилл Дуров. 0-2. Ешкім күткен жоқ. Кирилл Дуровтан мұндай соққыны. Қайрат тағы да сан соғып қалды. Тамаша гол. 12-ші нөмірлік Кирилл Дуров. Біз тіпті қандай эмоция көрсетерімізді білмей қалдық. Гол деп айқайлап та үлгермедік. Топ жоқ. Шарапиденов. Тұрсағұлов. Алисан! 1-2. Қайрат есеп айырмасын қысқартты. Ақыры міне қарсылас қақпасынан саңылау тапты алаң иелері. 1-2 есеп. Мінекей Дәурен Тұрсағұловтың пасы. Алисан Невес бұрыла салды да сол аяғымен допты қақпаға күмп берді.